Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен ауызда еритін өте дәмді карпатка деген торт жасаймыз. Бізге қажетті заттар: 150 грамм ұн, 200 грамм су, 80 грамм май, 4 жұмыртқа және жарты чайный ложка тұз қажет. Ең алдымен қамырымызды дайындау үшін табамызға суымызды құйып, үстінен сары майымызды салып, майымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Тұзымызды саламыз. Майымыз еріп біткен соң үстінен ситадан өткізілген ұнымызды салып, қамыр жасаймыз. Отымыз баяу отта болу қажет. Осылай етіп араластырып тұрамыз. Енді қамырымызды бөлек ыдысқа салып, 15-20 минут суығанын күтеміз. Біздің қамырымыз толықтай суыды. Енді жұмыртқаларымызды бір-біреуден отырып салып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқаларымызды барлығын бірге салып жіберуге болмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Барлық жұмыртқаларымызды салып болдық. Бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Осы пайда болған қамырымызды пергамент қағазына 2 бөлікке бөле отырып салып жаямыз. Менде 20 сантиметр. Қамырымыздың жарты бөлігін салдық. Осылай етіп жаямыз. Қызып тұрған пеште 25 минут 220 градуста пісіріп аламыз. Енді біздің кремімізге 400 мг сүт, 1 чайный ложка ванилин, 90 грамм сары май, 150 грамм құмшекер және 2 жұмыртқа қажет. Біздің коржымыз пісіп шықты. Осындай болып шығады. Жан-жағын пышақпен кесіп, формамыздан шығарып аламыз. Суытып қоямыз. Осындай өте әдемі болып, көтеріліп піседі. Енді қалған қамырымызды салып, тағы да пісіріп аламыз. Енді кремімізге қайта оралайық. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды миксерлеп аламыз.
Үстінен дайын болған кремімізді 3-4 қасықтан сала отырып миксерлейміз. Толық бірден салып жіберуге болмайды. Мен 3 бөлікке бөліп салдым. Сіздер де солай жасаңыздар. Бізде осымен креміміз дайын. Осындай болып шығады. Енді холодильникке 20 минутқа салып қоямыз. Біздің келесі қамырымыз пісіп шықты. Осындай өте әдемі болып көтеріліп піседі. Формамыздан шешіп алып, суытып қоямыз. Өте биік болып көтеріліп піседі. Енді біз тортымызды жинаймыз. Формамызға коржымызды салып, орналастырамыз. Мен осылай орналастырып болдым. Енді дайын болған креміміздің барлығын коржымыздың үстіне саламыз. Осылай бір келкі етіп жағып шығамыз. Бетін әсемдеу үшін сахарный пудра мен кокосовый стружканы септім. Холодильникке 6 сағатқа салып қоямыз. Осымен біздің карпатка тортымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі видеоларымды жіберіп алмау үшін колокольчикті басып, уведомление қосып қойыңыздар.